Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен мына формула жазып үйренуде келесі есебіміз мына s тең a квадрат деген, яғни квадраттауды үйренеміз. Одан кейін келесі есептерде түбірасын алуды үйренеміз. Негізгі мынау ең көп қолданылатын формулалар ретінде. Мына есеп шығаратын кезде жалпы мынау квадраттың ауданын табу үшін бізге осы квадраттың бір қабырғасының мәні керек. Ол мән сан түрінде беріледі. Және оны осы ауданды квадратты 2-ге көбейткен кезде, квадраттаған кезде s-тің мәні s ол да бізде сан түрінде шығады. Енді осы жерде бір бүтін сан, бөлшек сан деген нәрселер бар. Бүтін сан бар, нақты сандар бар, бөлшек сандар бар, 1,2, 1,3, 3,114 деген секілді. Енді мынандай нәрсе, жалпы бүтін сан мен бүтін санды көбейтсек, бүтін сан шығады. Нақты, мысалы, 2 мен 2-ні көбейтсек, 4 шығады деген секілді. Егер бөлшек сан мен бөлшек санды көбейтсек, ол кезде бізде ол бөлшек сан шығады, нәтижесінде бөлшек сан шығады. Яғни біз айнымалыларды сипаттаған кезде, айнымалыларды бір мәліметтер типімен сипаттаған кезде осындай бір нәрсені ескеруіміз керек. C# Windows консоль деп жазамыз да, мына жақтан .NET фреймворкын жаза берейік. A квадрат. Так, мына cancel деп, мен мына жерге локейшнді өзгертуім керек еді. Жарайды, кете берсін. Біз бұны integer деп алайық. Integer нақты сан дейміз. Сонда integer a деген айнымал керек, және ауданды сақтау үшін s керек. Осы a-ның мәнін мен экраннан жазып алуым керек. Ол үшін a тең деп, оны консольдан оқыған мәніме жазам. Read line. Бұл read line біз string болып оқылады да, сонымен convert жасаймын. Convert to int 32-ге, себебі менің интегерім 32 биттік. 32 разрядтық болғандықтан, интегер 32 разрядтық болғандықтан, соответственно, мына stringті мен 32 биттік интегерға айналдыруым керек. Одан кейін s-тің мәні тең болады, осы a көбейтілген a деп жазсақ болады негізінде, бірақ мынандай бір мәселе бар. Бізде қараңыздар, a-ның 3 дәрежесі, a-ның 5, 7 дәрежесі деген бір есептер кездесіп қалса, біз оны a-ның 7 рет көбейтіп жатырмыз ол бір-біріне. Сол үшін maz деген не бар? Maz'дың pow деген бір методы бар. Pow деген осы квадраттауға бірінші квадратталатын санды жазамыз. Емнелге, мысалы 2 дәрежесі, 5 дәрежесі, мысалы 7 дәрежесі деген секілді. Бізде есебімізде ол 2 дәреже. Енді бұл maz pow, бұл дабл типті қайтарады. Maz pow квадраттаған кезде оның есеп шығарған мәтінін дабл типті қайтарады. Сондықтан осы нәрсені біз не істейміз? Интегерға айналдыруымыз керек. Жанның алдына интегер деп қойсақ болды. Енді мәтінді не істейміз? Экранға шығару үшін console write line мына s тең деп осыған қосамыз. S тең деп, осы жерге s-тің мәнін қосып жазамыз. Әрбір операция аяқталған кезде, бір ой аяқталды ма, оның орнына біткен кезде өтір нүкте қойып отырмыз керек. Ой аяқталды, өтір нүкте қойдық. Мысалға бір выражение аяқталды, өтір нүкте қоямыз. Мысалы, қазақ тілінде, мысалы, диктант жасаған кезде, сөйлем аяқталған кезде нүкте қоямыз ғой. Жалпы программированиеде де сондай, ол аяқталған кезде өтір нүкте қойып отырмыз керек. Сол өтір нүкте арқылы компилятор біледі. Мына жерден бітті. Енді келесі не басылады деген секілді, команда басылады деген секілді. Келесі жаңа сөз басылады дегендей. Мына жақта мысалы 5 деймін. 5-тің квадрат 25 есептейді де қайтадан өшіп қалады. Сондықтан біз бұны ұстап тұратын бір не керек? Console read key деп қойып. Бағана біз .NET деп таңдадық, осы .NET пен екеуінің бір айырмашылығы s тең 25. Енді 5 деп нені енгізіп жатырық деп бір сұрақ туындап қалмас үшін, сол үшін мына жақтан мына жерге a тең деп мынаны алып тастайық. A тең деп, одан кейін бар, мына лайндап тастайық, сол кезде бір жолға жазылады. Осылай поэтапно жазып, тексеріп, жазып, тексеріп, плейді басып, тексеріп, осылай. Неғып атсаңыздар, 49 болды. Есеп шықты. Әзірге жақсы, сау болыңыздар. Енді алдымызда негізі келесі SQL-ті, түбір астына алу, соларды меңгеріп алғаннан кейін, формула жазып меңгергеннен кейін,
біз уже if else ға байланысты логикалық программированиеге қатысты күрделі жақсы тақырыптарға ауысатын боламыз.